Қазақстан тәуелсіздік алғалы ірі ұжымдық еңбек даулары жүздеген көлемде өсті десем қателеспейтін шығармын. Әлі күнге дейін айына бірнеше рет бақ және әлеуметтік желіде соған сәйкес ақпарат жарияланып отырады. Бүгінгі шығарылымда ұжымдық еңбек даулары жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Армалы шырты, бұл қара жәшік, біз бастаймыз. Шығарылымды осы салаға қатысты реттейтін заңнамалық актілерден және бірнеше түсініктен бастауды жөн көрдім. Еңбек дауының ұжымдық және жеке сияқты екі түрі бар. Жеке еңбек дауы қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы реттелмеген жеке еңбек не ұжымдық шарттардың талаптарын орындау туралы келіспеушіліктер. Қазақстанда осы салаға жауапты мемлекеттік орган еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі. Сонымен қатар заң бойынша ірі кәсіпорындарда кәсіподақтар баршылық. Бірақ екеуі де елде болып жатқан ірі шиеленісті еңбек дауларын шешіп жатыр, не алдын алып жатыр деген артық шығар. Себебі заңмен бекітілген ережеге қарамастан жұмысшы мен жұмысшы беруші арасындағы еңбек даулары жиі кездеседі. Қазақстанда пандемия басталғалы әлеуметтік еңбек дауларының саны көбейіп кетті. Сонымен қатар инфляция әсерінен теңге құнсызданып, жалақы мөлшері төмен деңгей болғандықтан еңбек даулары жиілеп кетудің бірден-бір себебі болып келеді деп ойлаймын. Мәселен, 2019 жылдың 1 қаңтарындағы 139 кәсіпорын 6200 жұмыскердің алдында 1 миллиард 940 миллион теңге жалақы қарыз болған. Бірақ қандай көлемде төленген жөнінде нақты статистика жоқ. Немесе салыстыра айтатын болсақ, биыл бірінші жартыжылдығында елордада 12 әлеуметтік еңбек дауы болды. Жалақы төлемеу проблемасы еңбек жағдайын бұзу жиілеп кетті. Даулардың басым бөлігі жалақы деңгейіне қатысты көзқарас қарама-қайшылығынан және бұл мәселеде әкімшіліктің келіссөз жүргізуден бас тартуынан туындаған. Көп жағдайларда жұмыс беруші жанжалдың алдын алуға ниетті емес. Тіпті көп жағдайларда олар ахуалдың ушығатындығын біле тұра сондай қадамға барады. Жоғарыда айтылғандай, Қазақстанда жұмысшылардың ереуілге шығуы жиіледі. Ереуілшілер жұмысынан айырылып қалу қаупінен қарамастан наразылық шарасына қатысуда. Қолданыстағы кәсіподақтар туралы заң мен еңбек кодексі еңбек қатынасына қатысты шиеленістерді шеше алмайды. Заңнама бойынша ереуілге шыққандарға қылмыстық жаза тағайындалуы мүмкін. Мемлекет жұмысшылардың лайықты еңбек ақы талап ету құқығын қорғап, олардың өз бетінше ұйымдасу әрекетіне кедергі келтіруін тоқтатпайынша, жұмысшылардың наразылық көрсетуі арта бермек. Қазақстанда 2017 жылы болған жұмысшылар ереуілдерінің ешбірі талаптарын толық орындата алмады. Сарапшылар мұның себебін еңбек заңнамасына енгізілген соңғы өзгерістермен және елде жұмысшылар құқығын қорғайтын тәуелсіз кәсіподақ қалмағанмен байланыстырады. Тәуелсіз кәсіподақтар жабылды. Жұмыс берушіге және билікке жақын салалы кәсіподақтар құрылып, барлық кіші кәсіподақтар соларға мүше болуға мәжбүр. Соған сәйкес 2017 жылы Маңғыстауда мұнайшылар, Қарағанды облысында кеншілер және елордамызда экспо көрмесін салуға қатысқан құрылысшылар бас көтерді. Біреулерінің жалақылары 10 ай төленбей жүрсе, басқаларының еңбек шарты мен жалақы деңгейі қанағаттандырмады. жылдың желтоқсанынан бастап Қазақстанда жұмысшылар тұрақты түрде ереуілге шығып жүрді. Алдымен КМК мұнай, АМК мұнай, Суби, Бонати сынды шикізат өндіруші кәсіпорындардың жұмысшылары ереуілге шықты. Кейінірек краншы машинистер, мектеп бухгалтерлері, қоғамдық көлік пен жедел жәрдем жүргізушілері, сондай-ақ жекеменшік заводтар мен коммуналды кәсіпорын жұмысшылары ереуілдетті. Барлығында дерлік жұмысшылар еңбек ақысын бірнеше рет өсіруді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етті. Бірақ олардың нәтижесі әртүрлі. Кейде наразылық білдірушілердің талабы толықтай немесе ішінара орындалса, кейде олар қысым көріп жұмысынан айырылды. Жұмысшылардың талабы Ақтөбе облысындағы М-Техсервис және Қарағанды облысындағы Транко жезқазған кәсіпорындарында ғана орындалды. Қалғанында жұмысшылар басшылықтың өзара тиімді шешіміне келісуге мәжбүр болды. Бұған қоса, еңбек министрлігі еңбек саласында
24 дүмпу тудырған жағдайы тіркелген. Бұлардың жартысынан көбі жалақыны өсіруге қатысты болса, 6 жағдай жалақының кешіктіруімен, 3 жағдай жұмысшылардың жалақы төлеу жүйесі мен еңбек жағдайына келіспеуімен және бір рет жұмыс орындарының қысқаруымен байланысты болған. Қазақстан кәсіподақтары Федерацияның деректеріне қарасақ, шиеленістердің азайғанына сену қиын. 2020 жылы мемлекеттік еңбек инспекторлары шамамен 4500-ге жуық тексеріс жүргізіп, жұмысшылардың құқығы бұзылған 7260 жағдайда тіркелген. Бірақ жұмыс берушілерге 2614 ұйғарым ғана берілген және 182 миллион теңгеге 1090 айыппұл салынған. 2021 жылдың басында Қазақстан кәсіподақтары Федерациясы 27 еңбек дауы тіркеді. Олардың басым көпшілігі жекеменшік және шетелдік кәсіпорындарда болған. Кикілжің кезінде үнемі ұжымдық түрде жұмысты тоқтату тіркелген. Қорытындыға келгенде, басты мәселе Қазақстан еңбек заңнамасы жұмысшылар мен тәуелсіз кәсіподақтарға халықаралық құқықта қарастырылғандай еркін әрі ерікті ұжымдық келіссөзге қатысуға тиісті жағдай жасамауында. Мемлекет шынымен де еңбек дауының санын азайтқысы келсе, екі нәрсе істеуі керек. Біріншіден, жұмыс берушілердің қызметкерлеріне әділетті қарым-қатынас көрсетуіне қол жеткізу керек және барлық саладағы жұмысшыларға лайықты деңгейде еңбекақы төленетініне кепілдік беруі керек. Бұл тұста жұмыс берушінің тарапынан қандай да бір заңбұзушылық байқалса, оларға тиісті санкциялар тағайындалуы керек. Екіншіден, жұмысшылардың құқығы толықтай заң жүзінде қорғалуын қамтамасыз ету қажет. Олар тәуелсіз кәсіподақтар құрып, оның үлкен сенімге ие болатын және өздерінің мүддесін қорғайтын көшбасшысын сайлай алуы қажет. Сондай-ақ, Қазақстанда дау туған сәтте жұмысшылар да, жұмыс берушілер де бір үстелдің басында тең отырып, келіссөз жүргізе алу үшін ұжымдық келіссөздерді өткізу талаптарын жеңілдетуі керек. Сонымен қатар, үкіметке 2011 жылы Жаңаөзенде болған оқиғаны еске салғым келеді. Үлкен шиеленісті жағдайларды тудырмас үшін кез келген ұжымдық еңбек дауын өз деңгейінде уақытылы шешілуі қажет. Каналға жазылып, пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар.